Dior және Louis Vuitton иелері жоқ деген сөзді қабылдамайтын және ешқашан жеңілгісі келмейтін адамдар деп айтуға болады. Бұл қасиеттер Бернер Арноуға француз сән салтанатының символына айналған сән империясын құрып, баюға көмектесті. Бүгінгі видеомызда біз сән индустриясы туралы әңгімелесеміз. Сән индустриясындағы ең ірі ойыншылар туралы, компанияның болашағы мен қаржы жағдайын талқылаймыз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Пандемия басталып, бәрі үйде отырғандықтан болар, көптеген адамдарда сән заттарына деген қызығушылығы азайды. Бірақ холдингтің иесі Бернер Арно осы жылдың мамыр айында Илон Маск пен Безосты басып озып, әлемдегі ең бай адам атанды. Мұның бәрі Louis Vuitton брендінің сатылымының өсуі арқасында болды. Холдингтегі брендтер саны туралы айтпай кету мүмкін емес. Бұл тек киім мен зергерлік бұйымдар ғана емес. Алкогольді ішімдіктер, косметика, зергерлік бұйымдар, парфюмерия және тіпті әмбебап дүкендер. Компания 1987 жылы Moët Hennessy және Louis Vuitton сәнді өнімдер нарығының екі ойыншысының бірігуі арқылы құрылған еді. Бірігудің арқасында LVMH нарықтың осы секторының көшбасшысы болды. 1987 жылдан бастап LVMH бірігу бойынша 20-дан астам мәмілені жүзеге асырды. Олардың ішіндегі ең ірісі 1999 жылы Gucci Group'ты 6,15 миллиард долларға сатып алу әрекеті болуы мүмкін еді. Бірақ бұл мәміле жасалмады. Кейін 2011 жылдың наурыз айында LVMH компаниясының италиялық сәнді тауарлар өндірушісі Bulgari'ді қосып алғаны туралы хабарланды. Компания пандемиядан қалай аман есен шықты? 2020 жылы компанияның түсімі 17%-ға төмендеп 44,7 миллиард евро болған еді. Ал операциялық пайда 8,3 миллиард болды. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 28%-ға төмен. Ал компанияның таза пайдадағы үлесі 34%-ға төмендеп 4,7 миллиард евроны құрады. Екінші жарты жылдығындағы 7%-дық өсім компанияның әрі қарай құлдырауын болдырмауға мүмкіндік берді. Операциялық пайда көрсеткіші 2020 жылы 18,6%-ға жетті. Компания 2020 жылдың алғашқы 9 аймен салыстырғанда өз қызметінің барлық салаларындағы үрдістердің айтарлықтай жақсарғанын атап өтті. Бөлшек сауда бутиктерінің жаппай жабылуына қарамастан Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Lara Piana және басқаларын қоса алғанда, топтың сән брендтері ең тұрақты санатқа айналды. 2020 жылғы басты оқиға деп пандемияға қарсы күресте тікелей қолдау. Louis Vuitton жаңа өнімдерінің сәттілік әкелуі және Tiffany америкалық зергерлік үйімен жасалған мәміленің аяқталуын айтуға болады. Компанияның қаржы жағдайы қандай? Компания иелері топ-президенті Бернер Арно және оның жанұясы 47,4%. Институционалдық инвесторлар 44,2% және жеке тұлғалар 5,1%. Холдинг Париж қор биржасында капиталдандыру 334,90 миллиард евроны құрайды. Компанияның кірісі 2021 жылдың бірінші тоқсанында шамамен 14 миллиард доллар құрады. Бұл JP Morgan болжамдарынан 9%-ға жоғары. 2020 жылдың қаңтар-наурыз айларында компаниядағы сатылым 30%-ды құрады. Дереккөз мәліметінше, компанияның осылайша тез қалпына келуі қытайлық және америкалық клиенттердің арқасында. Олар коронавирусқа қарсы шектеулерді жеңілдетілген кездерде сауда жасауға барып тұрған. Азиядағы Жапонияны қоспағанда сатылымдар өткен жылмен салыстырғанда 86%-ға, ақш-та 23%-ға өскен. Салыстыратын болсақ, науқастардың өсімін бақылау үшін жаңа шектеулер енгізген Европада сатылым 9%-ға төмендеген. Соңғы жаңалықтарға тоқталсақ, LVMH Off-White брендінің 60%-ық акциясын сатып алды. Қалған акциялар әлі де Off-White негізін қалаушы Virgil Abloh'ға тиесілі. Сондай-ақ ол Louis Vuitton ерлер желісінің шығармашылық директоры қызметін атқарады. Холдинг жаңа брендтерді қосып бизнесті әлі де кеңейтетін сияқты. Ал сіз осы холдинг туралы не ойлайсыз? Компанияның болашағы бар деп ойлайсыз ба? Бүгінге осы біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Мұнда біз көптеген маңызды және қызық деректерді талқылаймыз. Біз нарыққа күнделікті шолу жасап, инвестициялық идеяларды дайындаймыз. Көріскенше.